Жайлап бастай береміз ғой деп. Ал сәлематсыздар ма? Құрметті біздің инста парақшамыздың көрермендері, біздің емделушілеріміз, қыз келіншектер, орталарыңызда ер адамдарға сәлематсыздар ма деп айтқымыз келеді. Бүгінгі біз өзіміздің тікелей эфирімізді сәл кешігіп бастап жатырмыз. Кешірім сұраймыз, өйткені приемдар болып жатады, процедураларымыз болып жатады. Сондықтан тағы да кешірім сұраймыз. Добрый день. Начинаем прямой эфир от имени клиники ИРМ города Шымкента. Вместе с вами сегодня буду я. Зовут меня Аверки Бахтярна. Я доктор, акушер-гинеколог-репродуктолог. Работаю в городе Шымкент в клинике ИРМ. Работаю над вопросами бесплодия, обследования, лечения, методы ЭКО. Поэтому, если у вас есть вопросы, по ходу можете задавать. Сіздермен бірге бүгін мен Аверки Бахтиярқызы, дәрігер репродуктолог гинекологпын. Осы ИРМ клиникасында дәрігер репродуктолог қызметін атқарамын. Бедеулік жайында, бедеулікті емдеу, бедеулікті анықтау, себебін анықтау жолдары жайында сұрақтарыңыз болса, ЭКО жайлы сұрақтарыңыз болса, қоя берсеңіздер болады. Қазіргі тақырыптан кейін сұрақтарыңызға жауап беріп жатамын. Бүгінгі біздің тақырып бұл соңғы кезде өте ауқымды тақырып болып табылып жатыр қазір. Бұл құрсақ ана, суррогатты ана туралы және де донорлық аналық ұрықты қолдану әдістері жайлы қай кезде, қай уақытта, кімге, неге қолдану көрсеткіштері жайлы бүгін сіздермен әңгіме қозғаймын. Сегодняшняя наша тема, мы обсуждаем тему за последнее время, за последние годы в программах ЭКО, в лечениях, методах ЭКО. Они начали очень популярно пользоваться у наших пациентов. Это программа суррогатного материнства и программа донорства яйцеклеток. Кому это показано, для кого это назначено, с кем мы это проводим. То есть вот на эти вопросы я буду отвечать. Если у вас есть вопросы по этой тематике, тоже можете начинать задавать мне вопросы. Ну, неден бастасам екен. Негізі құрсақ ана тақырыбы бұл бір жағынан қиында, бір жағынан енді медициналық тұрғыда қазір көп сұранысқа ие болып жатқан тақырыптың бірі болып табылып жатыр. Емдеу жолының бірі болып табылып жатыр. Құрсақ анаға жүгінетін пациенттердің, емделушілердің қазіргі кезде саны да өсіп жатыр. Өйткені бұл әдістің қолданылып жатқанымызға 15 жылдың, 20 жылдың төңірегінде болып қалды. Ең бастысы бұл әдіс бізде Қазақстан Республикасында заңды түрде рұқсат етілген. Біздің денсаулық сақтау министрлігінің заңнамасында, сонымен қатар денсаулық сақтау министрлігінің заңдарының жаңағы рұқсатымен рұқсат етілген. Одан кейін закон о браке деген бізде закон, кодекс о браке бар, о браке и семье деген. Сол жерде бұл әдістер туралы, құрсақ ананы қолдану әдістер туралы өте ауқымды түрде рұқсат берілген. Ең басты айта кететін жай, басқа елдермен салыстырған кезде құрсақ ана Қазақстан Республикасында заңды түрде рұқсат. Содан кейін ең жаңағы айта кететін жайт, құрсақ ана біздің заң бойынша балаға ешқандай құқығы болмайды. Яғни биологиялық ата-аналар құрсақ ана арқылы биологиялық ата-аналар егерде дүниеге бала алып келсе, тек биологиялық ата-аналар осы балаға құқықты. Яғни мысалы Ресей мемлекетінде немесе басқа да мемлекеттерде, Украина мемлекетінде мен білуімше құрсақ ана егерде босанғаннан кейін баланы егерде бергісі келмесе биологиялық ата-аналарға,
сондай кезде ол бала суррогатты анада қалып жатады. Ал біздің заңда ондай нәрсеге жол жоқ. Сондықтан тек биологиялық ата-аналар біздің мемлекетте қосақ ананың көмегі арқылы туылса, баланы өзіне ала алады, өзіне қалдырады, ал қосақ анада ондай мүмкіндік жоқ. Бұндай программаға енді баратын адамдар күн санап қазір жиі болып бара жатыр. Бүгін мысалы менде приемда жаңа ғана осыдан 1 сағат бұрын 5 рет көтерген келіншек келді. Оның ішінде 5 баласы мезгілінен ерте босанып қояды. Балаларының 4-еуі де шетінеп кеткен, тек 1-еуі ғана қазір тірі. Себебі өйткені артериальды давлениесі, қысымы, қан қысымы өте жоғарылап кетеді жүктілік кезінде. Сөйтіп жүктіліктің 7 айына жетер-жетпес, 7 айдан асқан кезде медициналық көрсеткіштер бойынша бұл әйелді мерзімнен ерте босандырып алады. Сөйтіп барып жаңағы кесаревасын жасап 4 баланы аман алып қалмайды, өйткені балалары недоношенный, ерте босанғаннан кейін. Соның ішінде тек қана бір қыз баласы қазір дені сау 7-ге келген. Енді сол кісі мысалы келіп отыр, ол кісіге бізден келетін көмек давлениесі, қан қысымы өте көп жоғарылап кеткендіктен ол кісіге негізі жүктілік қарсы көрсеткіш болып табылады. Осындай әйелдерге аналық безі жұмыс істейтін, жолдасының спермасы жақсы әйелдерге тек құрсақ ананың көмегімен ғана көтеру керек деген біз кеңес берді. Енді ары қарай ол кісілер өздері ойланар. Егер де денсаулығы жақсы болып тұрса, мықты болып тұрса, ешқандай қарсы көрсеткіштер болмаса, әрине өздігінен туғаны бәрімізге де жақсы. Бірақ енді дәл осындай пациенттерге құрсақ анадан басқа ешқандай көмек жоқ. Негізі құрсақ ана бағдарламасына, суррогатный материнство бағдарламасына көрсеткіштер болып, бұл ең бірінші туа біткен жатырдың жоқтығы, немесе жүре пайда болған жатырдың жоқтығы, көбінесе туа біткен деген тумасынан жатырлар жоқ әйелдер болады. Бірақ аналық бездері бар, аналық ұрықтары бар әйелдер болады. Бұл енді генетикалық ақау болып есептелінеді. Егер де сондай пациенттер генетикалық анализ тапсырып, генетикалық кариотипі дұрыс болса, осындай қыз-келіншектерге, жатыры жоқ қыз-келіншектерге суррогатты ана арқылы босануға рұқсат болады. Немесе мысалы жүре пайда болған дейді. Көбінесе бір босанғаннан кейін, немесе екінші босанғаннан кейін жатырдан қан кетіп жатса, жатырдың жаңағы босанғаннан кейінгі жатырдың қалпына келуі нашар болып жатқан кезде операциядан кейін әйелдер жатырынан айырылып қалып жатады, қан тоқтамай жатады. Сондай кезде жатырдан айырылған әйелдердің аналық бездері сақталып қалады. Сондай әйелдерге де көрсеткіш бойынша құрсақ анамен көтеруге болады. Тағы да әртүрлі жатырдың ақаулары кездесіп жатады. Туа біткен, немесе пайда болған, немесе жатырдың іші мүлде жүктілікке келмейтін кезде суррогатты ана қолданамыз. Содан кейін біз көбінесе эко әдісі кезінде гистероскопия жасаңыздар, жатырдың ішін көрейік, жатырдың ішкі қабаты қандай, соны көрейік. Содан кейін барып сізге эко жасауға бола ма, болмай ма деп пациенттерге айтып жатамыз. Мысалы гистероскопиядан кейін кейбір пациенттерге жатырдың жағдайы жүктілікке жарамайды деген кезде сол суррогатты ананың көмегі керек болады. Тағы да қандай себептер болуы мүмкін суррогатты анаға? Бір денсаулығынан кінәрат болса, егер де денсаулығы бойынша, соматикалық денсаулығы бойынша, егер де әйелдерде жүктілік қарсы көрсеткіш болып табылса, жүктілік мүлде болмайтын әйелдерге сол құрсақ ананың көмегіне жүгініп жатады. Соңғы кезде бір емес бірнеше эко жасап, егер де алынған аналық ұрық
сапасы жақсы, аталық ұрықтың сапасы жақсы, сонымен қатар пайда болған эмбриондардың сапалары өте жақсы болып, бір емес 3-4 рет жатыр қуысына эко жасап эмбриондарды салып бергеннің өзінен егер әйелдер көтермей жатса мүлде, сондай кезде құрсақ ананың көрсеткішіне көмегіне жүгініп жататын кездер болады. Қазіргі айтатыным сол құрсақ анаға, суррогатты анаға немесе донорлық аналық ұрықтың донорларының қалай деп айтсам критериялары дейді ғой. Жасы 34-35-ке дейін босанған әйел, өзінің дені сау баласы болса, бір немесе 2 баласы болса, содан кейін жатырдан ешқандай кінәрат болмаса, аналық бездері дұрыс жұмыс істейтін әйелдер болса, ешқандай соматикалық, терапевтік болсын, жүрек жағынан болсын, бүйрек жағынан болсын, ешқандай проблемасы жоқ әйелдерге құрсақ ана болуға, немесе донорлық аналық ұрықтың доноры болуға рұқсат берілген. Міндетті түрде құрсақ аналар өздерінің жергілікті балаларын қадағалайтын педиатрлардан, поликлиникадан ол кісілер справкаларын алып келеді, балаларының дені сау емес пе, сондай справка міндетті түрде болу керек. Содан кейін бұндай қыз-келіншектер осы жолға барып, осы әдіске баулынатын әйелдер өзімен бірге психиатрдан справка алып келеді. Содан кейін наркологиялық орталықтан справка алып келеді. Донорлар генетикалық тұрғыдан анализдер тапсырады. Толық біздің денсаулық сақтау министрлігінің қаулысы бойынша бұл екі әдіске кіретін әйелдерге өзі тапсыратын анализдер бар. Сол анализдердің бәрінен өткеннен кейін ғана бар құрсақ аналық бағдарламаға жіберіледі. Керек жағдайда суррогатный мамаларға гистероскопия жасап, жатырының ішін тексеріп жатамыз. Донорларды бүткіл инфекцияларға қарап, қандай денсаулығында кінәрат бар, соның бәрін анықтап, алдын ала тексеріп барып, зерттеу әдістерінен өткізіп барып қана біз бұл әдіске шақырамыз, бұл әдіске биологиялық ата-аналармен кездесіп жатады, танысып жатады. Суррогатный ананы немесе донорды көбінесе бізге келген емделушілер, ол кісілер ең бірінші өздерінің жақын адамдарынан, тума-туыстарының ортасынан іздеуге тырысады. Сондықтан ең бірінші, мысалы, донорлық аналық ұрыққа жүгінетін қыз-келіншектерге өздерінің тума-туысынан іздеп тапқан ыңғайлы болады. Өйткені өздерінің тума-туысқандарының клеткаларының сапасы да жақсы болады. Жас келіншек болса тіпті жақсы деп айтып жатамыз. Кейбір пациенттер әртүрлі осындай қыз-келіншектер таңдап беретін, тауып беретін агенттіктер бар, агентстволар. Солар арқылы іздеп тауып беріп жатады. Ең алдымен, егер де осы әдістерге жүгінетін біздің емделушілер болса, тапқан донор немесе тапқан құрсақ анасын алдымен бізге алып келіп көрсетеді репродуктологтарға. Сөйтіп репродуктологтар жарай ма, жарамай ма зерттеу әдісінен өткізгеннен кейін, егер де жарайды деп шешім қабылдасақ, бұл пациенттер заказчиктермен бірге ең алдымен жаңағы юридический юристке барып немесе нотариусқа барып, заңды жағынан бір-бірімен өздерімен келісім шарт қойды. Ол келісім шартта әр пункттың бөлек-бөлек қадағалап, қарап шығады. Содан кейін көбінесе біздің пациенттердің қоятын сұрағы, бұл кісілердің қаражат жағы қалай, ақшасы қанша болады. Бұны енді ол жағына біз енді ешқандай қатысым жоқ. Ол жағдайға бұл кісілер өздері бір-бірімен
келісім шартқа отырғандықтан қаражат жағын өздері индивидуально шешеді. Енді қазір былай шамамен көп адамдар жаңағы құрсақ аналар өте көп ақша табады екен деп кейбір қыздар звондап сұрап жатады. Қазіргі кезде шамамен Қазақстан бойынша құрсақ аналар босанғаннан кейін баланы ата-аналар қолға алғаннан кейін основной ең негізгі вознаграждениесін береді. Ол шамамен 2 миллионнан жоғары, 2-2,5 миллионнан жоғары егіз болып жатса. Одан көптеу төлеп жатады. Енді біз былай договорлардан оқып отырамыз ғой. Содан кейін құрсақ аналардікі ай сайын төленетін өзінің жалақы секілді, тамағына, жүріп тұруына, киім-кешегіне ай сайын 80 мыңнан жоғары, 80, 90, 100 мың, кейбір енді пациенттер 120 мың төлеп жатады. Енді ол өздері бір-бірімен қалай келіседі, соған байланысты. Ал донорлық ұрықты алған кезде, мысалы бізде клиникада, егер де дайын донорлық клеткалар болып жатса, бір клетканың құны 80 мың теңге тұрады. Ал егер де мысалы өз тумасын, туысқанын алып келіп жатса, ол кісілер енді өздері өзара келісіп жатады. Шамамен 200 мың теңгенің жоғары вознаграждениесі болады. 200-300 мың, кейде 400 мыңға дейін донорларға сыйақысы беріліп жатады. Қалай жасалынады? Енді медициналық жағына келетін болсақ, бұндай кезде құрсақ ананы тексергеннен кейін жатырын бәрі егер жүктілікке келетін болса, алдымен биологиялық анасы деймін, заказчиктің этекіріне қараймыз. Егер де екеуін бірге синхронды түрде жүргіземіз десек, екеуін бірге этекірін бір уақытта келтіруге тырысамыз. Содан кейін бар, егер бір айдың көлемінде дәрі-дәрмектердің көмегімен келесі айда екі әйелдің егер этекірі бір уақытта басталса, сол күннен бастап биологиялық ананың аналық ұрығын өсіріп, 10-12 күн дайындап, одан кейін барып пункциясын жасап, аналық ұрығын алып жолдасымен ұрықтандырып, пайда болған эмбриондарды 5 күнге дейін дамытып, содан кейін барып параллельно суррогатты ананы маткасын дайындап, жатырын дайындап, дәрі-дәрмекпен ба, или минимальный подготовкамен ба, содан кейін өскен свежий эмбрионды сол циклда салып береміз. Кейбір ата-аналар ешқандай гормональды өзгерістер жасамай-ақ қойып, бірінші эмбриондарды дайындап алайық, содан кейін барып суррогатты ананың өз этекірінің циклына қарай дайындап салып бересіз десек, олай да істеуге болады. Ал егер де донорлық клеткаға келетін болсақ, ол жерде де алдымен донордың өзін стимулировать етіп, пайда болған эмбриондарды алып, эко әдісімен алынған эмбриондарды алып, қатырып қойсақ, содан кейін барып, егер де заказчикке салу керек болса, қатырылған, мұздатылған эмбриондарды жатырына дайындап барып, жатырын дәрі-дәрмектердің көмегімен өсіріп барып салып берсек болады. Шамамен енді медициналық жағына келетін болсақ, бұл процесс бір айдың ішінде бітіп кететін жұмыс емес. 1-2 ай, 2-3 айға дейін кейде созылып жатады. Сондықтан бұндай кезде біздің пациенттерге шыдамдылық керек деп айтамын. Негізі эко әдісі ол 2 апталық, ары кетсе 2,5 апталық жұмыс қой. Сондықтан тез ақ бітіп кетіп жатады. Содан кейін көбі эффективность, гарантия, көтеру қабілеті қанша деп айтады құрсақ ананың. Енді барлықтарыңыз енді өздеріңіз түсінгендей, әр әйелдің организмі әртүрлі, сондықтан эффективность әр пациентте әртүрлі болады. Егер тумалармен бірге келіп істетсе, шамалы егер аналық ұрық өз сіңлісінен болса, или өз жақын тумасынан болса, ол кезде эффективності жоғары болып жатады. Суррогатты ана шамамен 40-45%, донорлық егер ұрықпен алынып жатқан эмбриондардың сапасы көп болып жатса, 50%-ке дейін болып жатады. Қандай кезде донорлық аналық ұрықтар қолданылады? Соның көрсеткіштері. Мысалы,
осы күнге дейін тікелей эфирлар көп болып жүр ғой. Антимюллеровый гормон деп жаңа сұрап ататынымыз сол. Егер де АМГ-мыз төмендеп кетсе, бірден төмен, мысалы 0,8, 0,7-ден төмен болып кетеді, кейде 0,0, кейде 0,1, 0,2, 0,3 деп тұрады. Сондай кезде аналық ұрықтың өсуі де аз, сапасы да аз. Сондықтан ондай кезде сапасы да нашар болып жатады. Сондай кезде біз донорлық аналық ұрыққа жүгінуіміз мүмкін. Кейде кейбір пациенттер категорически қарсы болып жатады. Ондай кезде жарайды АМГ-сы егер 0,5, 0,6, 0,7, 0,8 болып тұрса, ондай кезде бір емес бірнеше рет аналық ұрығын өсіріп, басында жинап алып барып, содан кейін барып ұрықтандыру жасап көріп жатамыз. Бірақ сондай кездерде жүктілік болмай қалып жатады. Өйткені сапасы да нашар болып қалуы мүмкін. Сол егер де аналық ұрығы аз болса, одан қалса АМГ-сінің көрсеткіші төмен болып жатса, одан кейін гормоналды стимуляция қолдануға рұқсат берілмей жатқан кезде көбінесе донорлық аналық ұрыққа жүгініп жатады. Бір емес бірнеше попытка эко жасап, оның ішінен пайда болған эмбриондарымыздың сапасы нашар болып жатса, развитие дейме, өсу өнімі дұрыс болмай жатқан кездерде пациенттерге аналық ұрық доноры қолданылу тағайындалады. Сонымен қатар тағы да қандай жағдайларда аналық ұрық көбінесе сол эко сәтсіз болып жатса, жүктілік ұзақ уақыт болмай жатқан кезде, содан кейін жасы келген қыз келіншектер көбінесе 42-43 жастан кейін келіп жатады. Сондай пациенттерге тек донорский клетка тағайындалады. Қазіргі кезде мысалы 50-ден асқан пациенттер келіп жатыр. Сондай пациенттерге тек донорлық аналық ұрық бағдарламасы арқылы эко жасап беруге болады. Құрсақ ана туралы тағы да не айтсақ болады? Медициналық жағы, медициналық қаражат жағы, кәдімгідей мына эко жасаған пациенттер секілді, сол 1 миллион 300 мыңның төңірегінде болып жатады. Ал енді беретін сыйақысы ол енді әр пациент өз-өзімен, өзара бір-бірімен келісім шарт арқылы ол ақшаны беруі жүзеге асады. Оған енді біздің ешқандай қатысымыз жоқ. Содан көп пациенттер тұрмыста болса жақсы ма құрсақ аналар, немесе тұрмыста жоқ әйелдер болса жақсы ма, немесе бізбен бірге тұрсын ба, бөлек тұрсын ба деп сұрақтар қойып жатады. Енді шыны керек, бұл бағдарламаға баратын әйелдер, құрсақ аналар біріншіден өздері енді түсінеді ғой. Мысалы ортамызда бір емес бірнеше рет құрсақ ана болған пациент суррогатты аналар бар. Олар енді өз міндетін, қалай деп айтсам, өз қызметін түсініп бару керек. Бұл жерде сол биологиялық ата-аналарға көбінесе мен айтам, енді көтеріп кетсе 9 ай шыдаңыздар, 9 ай осы суррогатты анаңыздың жағдайын жасап беріңіздер. Жүктілік кезінде құрсақ анамен жиі бірге кездесіңіздер, сөйлесіңіздер. Егер де қандай жағдай болса, сол жағдайын жасап беруге тырысыңыздар, көңілін аулаңыздар деп жатам. 9 ай ол тез ақ өтіп кетеді. Егер де жүктілігі жеңіл өтсе, босануы тез болса, ол сіздерге жақсы. Содан кейін көбісі құрсақ аналар міндетті түрде кесарево баратын шығар деп айтады. Жоқ, егер де ол кісінің өзінің жүктілігі дұрыс жүріп, ешқандай асқынулар болмай жатса, ондай кезде содан кейін жүктіліктің соңғы кездерінде ешқандай қан қысым көтерілмей, сонымен қатар отектар болмай, толғақтары дұрыс болып жатса, қазіргі кезде құрсақ аналар өздігінен босанып жатады. Одан қалса, мысалы бізде экодан өзі пациенттер көрген кезде, бұрынғы кезде осыдан бір 5-6 жыл бұрын тек эко әдісінен туылатын балалар кесарево болып жатса, қазіргі кезде перзентханалардың көбі толғақтары дұрыс болып жатқан әйелдерді
өздігінен босандырып жатады. Көбінесе сұрайтын донорлық, мысалы тума туыстарын алып келетін пациенттеріміз сұрайды, сіңілімнің жаңағы 1-2 баласы бар, осы донорлық аналық ұрықтың доноры болса, ары қарай оған ешқандай қиянат жасамаймыз ба деп сұрап жатады. Жоқ, ешқандай қиянат болмайды, босанған әйелдер ары қарай босанып жүре береді. Мысалы стимулировать етіп, дәрілер беріп, аналық ұрығын алып алғаннан кейін ол аналық ұрықта ештеңе қалмай қалады деген сөз жоқ. Аналық безде аналық ұрық ай сайын жаңарып отырады. Егер де біз эко кезінде донордан 15-20-25 фолликулын алып, оның ішінен аналық ұрықтарды алып қалсақ, сол фолликулдардың орнына қайтадан аналық ұрық өсіп жатады. Одан одан қорқатын жағдай емес. Оны түсіндіріп айтып жатамыз. Содан кейін донорларға функция жасаған кезде наркозбен жасалынама дейді. Ол наркозбен жасалынатын дүние, өйткені донорларда көбінесе аналық ұрық көптеу өсіп жатады. Ал суррогатты анаға эмбриондарды салу наркозбен жасалынама деп сұрайды. Наркоз қолданылмайды, қажеті жоқ. Бұл еш аурусыз жүретін процедура. Сондықтан ондай кезде наркоз қолданылмайды. Керісінше донорларға көбінесе біздің айтатынымыз осы донорский программа болғаннан кейін, егер де сіз жоспарыңызда көтеру жоқ болса, жүктілік жоқ болса, онда 2-3 айдың көлемінде сақтанып жүріңіздер дейміз. Өйткені көбінесе осындай стимуляциялардан кейін біздің донорлар көтеріп қалып жатады. Кейде егіз көтеріп қалып жатады, кейде үшең көтеріп қалған жағдайлар кездескен. Мысалы, мен өз басымда апалы сіңілі екеуміз донор болып, сол сіңлісі апасынан донор болып, келесі айда сөйтсек өзінде егіз бала бар екен, келесі айда 1 айдан кейін өзі көтеріп келіп тұр, сөйтсек үшең болыпты. Сол кезде сол донор қыздың таң алғаны бар. Қалай үшең? Менің өзімде егізім бар, бүрі қыз, мен сізден енді жүктілік сұрамадым ғой деп келген кездері болған. Суррогатты аналар егер де келісім шартта егізге қарсы емеспін, 2 бала туып беремін десе, ондай кезде суррогатты аналарға сол 2 эмбрион салып жатамыз. Бірақ қазіргі таңда сол 1 эмбрионды таңдап барып салып бергеніміз дұрыс. Өйткені сол суррогатты анамыз 1 балаңызды дүниеге дені сау болып алып келсе, өте жақсы. Негізі бұл бағдарламалар шыны керек эмоциональды түрде жеңіл емес, бірақ мен өз басым сол суррогатты ана бағдарламасын біршама көптеу жасап қойып, қазір есіме түсіп отыр. Көбінесе сол жасалынған пациенттер 1 баладан кейін, 2 баладан кейін жатырынан айырылып қалған пациенттер, өйткені сол жатырдан қан кетіп, одан кейін ортасында қан аурулары болған пациенттер бар. Солар суррогатты ананың көмегімен дүниеге 1 емес 2-3 баласын алып келген де пациенттеріміз бар. Бұндай сол бағдарламаға қазір мәжбүрлік жоғарылап баратыр. Көбі бүйтіп ойлайды, еріккен әйелдер суррогатты ана арқылы жүкті болып жатады деп. Бұл дұрыс ой емес, дұрыс ұғым емес. Мысалы, бізге келіп, мен өзім көтергім келмейді, өзім босанғым келмейді, өзім фигурамды құртқым келмейді деген пациенттерге біз ондай бағдарлама жасамаймыз, ондай адамдарға отказ береміз. Тек медициналық жағынан көрсеткіші бар пациенттер ғана біз сол суррогатты ананы қолдануға кеңес береміз. Ал донорлық клеткалардың қолданылуы бұл енді мәжбүрліктің арқасында, өйткені қазіргі таңда неге екені белгісіз, аналық бездердің жұмысы ерте нашарлап бара жатыр. Мына приемдарда отырған кезде сол 25 жастағы, 27 жастағы, кейде арасында 23 жастағы келіншектердің аналық бездерінің жұмысы нашар, АМГ-сі өте төмен болып жатыр. Сондай пациенттерге енді өмір бақи сен ана бола алмайсың деп айта алмайсың ғой. Сондықтан сондай пациенттерге донорлық ұрық қолданыңыз, донорлық ұрықтың арқасында
дүниеге әйтеуір өзіңіз жолдасыңыздың сәбиін алып келе аласыз, өзіңіз ана атана аласыз деп айтып жатамыз. Құрсақ аналар босанғаннан кейін енді оны биологиялық ата-аналар шешеді. Баланы емізе ме, емізбей ме. Егер кейде рұқсат беріп жататын кездер болады, бір аптаға дейін, кейде 40 күнге дейін кейбір биологиялық ата-аналар емізіп беріңіз балаңызды деп жатады. Кейбір ата-аналар мүлде құрсақ анаға баланы көрсетпей ақ қойыңыздар, өзіңізге босанғаннан кейін. Кейбір құрсақ аналардың өзі қарсы болып жатады, босанғаннан кейін міндетті түрде маған көрсетудің қажеті жоқ, өзінің ата-аналарына беріңіз деп жатады. Көп адам бүйтіп ойлайды, қалай деп айтсам екен, сперманы құйып алады да сол құрсақ ана туып бере салады деп ойлайды. Бұл енді құрсақ ана бағдарламасы болып есептелмейді. Құрсақ ана бағдарламасы бұл ерлі-зайыпты сол екеуінен алынатын материалдан, сол екеуінен алынған эмбриондарды басқа бөтен әйелдің аналық жатырына салып беру әдісі осы құрсақ ана болып есептеледі. Әйтпесе осы күнде көп пациенттеріміз бізге мына әйел босатып береді, спермасын құйып бере салыңызшы деп кетіп келіп жатады. Бұл құрсақ ана бағдарламасы болып есептелінбейді. Сондықтан бұл әдіс бізде қолданылмайды. Ал енді бұл тақырып негізі өте ауқымды. Бұл тақырыпқа қалай деп айтсам, ұзақ әңгіме айтуға болады, ұзақ айтып бере берсем де болады. Егер де сұрақтарыңыз болып жатса, бізге дайректке жазсаңыздар болады, немесе звондап білсеңіздер болады. Сондықтан осы бүгінгі айтқан мәселеміз қазіргі кезде қызу талқылануда болып тұр. Күннен күнге мәжбүрлік артып келе жатыр. Сондықтан осы тақырыпты бүгін тікелей эфирде сіздерге айтып берейін деп шештім. Ал енді сіздердің сұрақтарыңызға тоқтала берсем, өйткені сұрақтар көп болып баратыр. Қандай тақырып деп жазыпты? Суррогатное материнство и донорство яйцеклеток туралы тақырып болды. Ең бірінші сұрақтарыңызды бастайық. Сәлематсыз дейді, сәлематсыздар. Жұмысыңызға сәттілік тілейміз, рахмет. Портал қашан ашылады, өтініш айтып өтсеңіз. Барлығын осы сұрақ қазір мазалап жүр, өзіміз де күтіп отырмыз. Тағатсыздана 15 шілдеден кейін нақты анық болады, қашан ашылады. Порталдың ашылуы туралы біз өзіміздің инста парақшамызда сіздерге естіп тұрсыздар ма? Прямой эфир приостановлен деп жазыпты. Естіп тұрсыздар ма? Ары қарай қазір менің прямой эфирім тоқтап қап тұр. Аха, естіп тұрсыздар. Естіліп тұр дейді. Сұрақтарыңызды енді мына жерден қарап жауап берейін. Сол порталды өзімізде күтіп отырмыз. 15 шілдеден кейін нақты айтамыз. Біздің ирымдағы осы парақшамызға хабар болса жазамыз. Ал сұрақтарыңызға порталды айттым. Барлығы сәлематсыз ба? Донорлық клетка бағасы қанша? Егер де дайын клетка алатын болсаңыз, бізде шамамен бір клетка 80 мың тұрады. Сәлем, сәлематсыз ба?
вакцина алмағандар жұмысқа шыға алмайды. Сол вакцинация туралы қазір көп сұрақ келіп жатыр. Жақын арада, егер де 1 айдың ішінде немесе 2 айдың ішінде жүктілік жоспарламасаңыз, вакцинаңызды салдырасыз. Салдырғаннан кейін 1-2 айдан кейін көтере берсеңіздер болады, немесе эко бағдарламасын жоспарлай берсеңіздер болады. Сәлеметсіз бе, доктор? Омырауымнан сүт келетін, оны Дастинекс ішіп тоқтаттым. Баламнан айырғаныма 1 жыл болған. Енді көтере аламын ба? Иә, көтере аласыз. Егер бәрі дұрыс болса, көтере аласыз. Ары қарай. Сәлеметсіздер ме? Квота шілденің ортасына тамам болады деп едің. Сол тегін квота келді ма? Соны күтіп отырмыз, тосып отырмыз. Хабарды бізде де. Ол мемлекеттен берілетін қаражат, сондықтан мемлекет қалай шешеді, соған байланысты болады. Здравствуйте, 26 миллиметров. Это доминантный фолликул или уже киста? Ну, скорее всего, это уже фолликулярная киста. Портал туралы айттым. Гистероскопияда эндометриоз матки көріне ме? Матканың ішінде, егер жатырдың ішінде болса, ол көрінуі мүмкін. Мен эко жасатуым керек, уақыт өтіп жатыр, жасатыңыз, уақытыңызды жоғалтпаңыз. Менде фолликул төртеу, маған квота беріледі ме? Қазіргі заңға, алдыңғы заңға, осы квота беру туралы заңға толықтырулар енгізді. Егер сіздің аймыңыз 1-ден төмен болмаса, беріледі, бірақ қосымша өзіңізге донорлық клетка сатып аласыз. Өйткені 4 клеткадан жүктілік алу көрсеткіші төмендеу. Құжатым 100% дайын. Келіңіз, құжатыңыз дайын болсын. Сәлеметсіз бе, Мадина апай, сіз бе? Жоқ, мен Мадина апай емеспін. Менің аты-жөнім Ақерке Бақтиярқызы. Осында Шымкент Ирым клиникасында дәрігермін. Сәлеметсіз бе, доктор? Поликистоз туралы айтсаңыз. Поликистоз деген қазіргі кезде өте жиі кездесетін диагноз болды. Бұндай пациенттерде енді ерекшелігі аналық бездерінің размері үлкен болады, одан кейін фолликулдардың саны 15-20-дан көп болып жатады. Бұндай пациенттердің гормоналды бұзылыстары болуы мүмкін. Сонымен қатар аналық ұрық өздігінен өсуі нашар болады. Одан кейін егерде ол аналық ұрық өссе, овуляциясы болмайды. Сондықтан бұндай пациенттерге репродуктологтардың көмегі қажет. Мен бүгін 2 трубамды тазарттым, операция жасаттым, Бақытжан ағайға дейді. Осы операциядан кейін 6 ай-1 жылдың ішінде көтеру керексіз. Сондықтан 1-2 ай демалғаннан кейін бізге келіп, сізге көтеріп кетуіңіз үшін көмек керек болса, келіңіз, көмектесіп жіберейік. Уақытты жоғалтпаңыз. Бүгін поликлиника программе ЭКО. Заранее спасибо. Но это вы обсудите со своим доктором. Я даже не знаю, как вам ответить, чем она заболела, смотря что случилось. 3 жылдан асты балалы бола алмай жүргенімізге ем қабылдадық қаншам рет. Менде бәрі жақсы дейді, ал күйеуімнің ұрық жағынан деп айтады. Мен квотаға тіркеле аламын ба? Егер де жолдасыңызға урологтар, біздің урологтар квотамен эко жасауға болады десе, онда тіркелуге болады. Сәлеметсіз бе? Квота қашан бөлінеді? 2-ші жарты жылдыққа. 15 июльде ответі шығады. Кішкене қатты сөйлейсіз бе дейді. Сұраққа жауап берсінші. Қандай сұраққа арайлым? Шілде айының ортасында тегін квота келеді деп едіңіздер. Келді ма? Күтіп отырмыз. Сәлеметсіз бе? Гистероскопия квота бар ма биылғы жылға? Оны енді біздің гинеколог-хирургтардан білу керек. Енді менің естуімше орын бар. Осы тақырыптан кейін жауап берем деді ғой дейді. Я, мен жауап беріп отырмын. Гистероскопия порталымен тегін ғой. Тегін жасалынып жатады порталмен. Сәлеметсіз бе, апай? Құрсағанада бары жақсы болып, 1 посадкадан көтермегені неге байланысты, оған 2-ші рет эко жасауға боламын. Егер де замороженный эмбриондар болса, тағы да салып көру керек.
Здравствуйте. Здравствуйте. Саламатсыз ба? Менде 6 аптада гематома пайда болып выкидыш болды. Енді қай уақыттан кейін крyo перенос жасауға болады? 3 ай демалу керек. Бірақ өзіңіздің репродуктологыңызбен ақылдасыңыз. Квота туралы айттым, енді бұл сұраққа жауап бермей ақ қояйық. 15-нен кейін белгілі болады. Фемибен салып қойдым. Свечаның орнына ештеңке болмай ма? 5 апталық жүктілік, жүрек соғысы бар деген 7 июльде. Фемибион деген витаминді ма? Енді ештеңке болмау керек. Бірақ келесіде мұқиятты болыңыз. Бағасы қанша? Ненің бағасы қанша? Өзімде болса болады. Болмаса құрсақанда 1 тиынға. 1 тиынға ма қажеті жоқ. Олай ана болмай ақ қойды. Енді сіз өзіңіз үшін ғана жауап беріп жатырсыз. Жауап беріп жатсыз. Егер жатыр жоқ әйел, аналық безі өте жақсы жұмыс істейтін әйелдер сондай әдіске барып жатады. Саламатсыз ба? Подсадкаға эндометрияға қанша миллиметр болу керек? 10 миллиметрден төмен болмаған дұрыс, 9-10 миллиметр. Саламатсыз ба? Қан аздықты қалай емдейді? Енді бұл терапевтке қойылатын сұрақ. Гемоглобинді көтеретін дәрі-дәрмектер бар ма? Квота ала аламын ба? Енді квотаның өзінің көрсеткіштері бар. Сондықтан АМГ, ФСГ деген гормондарды көру керек. Жолдасыңыздың спермасын көру керек. УЗИден қаралу керек. Қанша фолликул бар, соны анықтау керек. Мен подсадкадан соң 7-ші күні ете кіріп келді. Бұндай жағдайда қалай түсінуге болады дейді. Подсадкадан кейін 7 күннен кейін немесе 10 күннен кейін қан жоқ келіп жатады. Бұл көбінесе жүктіліктің белгісі болуы мүмкін. Өз репродуктологыңызға хабарласып біліңіз. Біз қашан эко жасатамыз, күтіп шаршадым дейді. Егер дайындалып жүрсеңіз, дәрігеріңізбен бірге қашан қай уақытта бастайтыныңызды шешерсіздер. После подсадки нұсқау береді ғой, врачыңызға хабарласыңызшы. Дұрыс айтасыз. Саламатсыз ба? Қандай тақырып? Суррогатное материнство және донорлық аналық ұрық туралы тақырып болды. Квота қашан келеді? Дәрігер аты жөніңіз кім? Мен кешігіп кіріп қалдым. Менің аты жөнім Ақерке Бақтиярқызы Сманова. Осы Шымкент қаласындағы Ирым клиникасында жұмыс істеймін. Саламатсыз ба? АМГ 1,2 болса, жасым 41-де, донорсыз емделіп, яғни инозитол ішіп, яйцеткі клетканың качествосын көтеріп эко жасатсам бола ма? Бірінші эко морула салды болмады. Тағы істеп көруге болады. Саламатсыз ба? Эко жасатқаннан кейін эмбрион жатырға орнатылғаннан кейін постельный режим сақтану керек па? Жоқ, постельный режим қажеті жоқ. Саламатсыз ба, дәрігер? Инсеминация жасау үшін етеккір келген күннен 2-ші күн бару қажет па? Негізі любой стимуляция, инсеминация болсын, эко болсын, етеккірдің 2-ші, 3-ші күні немесе ол дәрігердің жоспарына байланысты 2-ші, 3-ші күннен бастайды стимуляцияны. Саламатсыз ба? 10 күндік анализді қанша рет тапсырамыз? Эко жасатайын кезде тағы да тапсыру керек. Негізі 10 күндік анализдерді алғашында толық сіздің денсаулығыңызды көру үшін тапсырасыз. Содан кейін осы анализдермен терапевтке барып, консультациясын алып, жүктілікке, сонымен қатар эко бағдарламасына рұқсат аласыз. Содан кейін эконы бастап кеткен кезде пункцияның алдында тағы бір тапсыру керек, өйткені 10 күндік анализдердің көрсеткіштері өзгеріп тұруы мүмкін. Саламатсыз ба? Мирена спиралі мүлде туылмаймын дегендер салады дейді. Ал маған 5 рет түсіп болғандықтан сол спиральді салдырым, маған оның пайдасы тиеді деген. Неге Миренадан кейін етеккір қалпына келеді, әйелдер өздері көтеріп жатады. Клиникадағы донордан или агентстводан донор қайсысы эффективні, қайсысы дұрыс? Ол енді сіздің қаражатыңызға байланысты болады. Спиральдан кейін, Миренадан кейін етеккіріңіз 3 айдың ішінде қалпына келеді. Саламатсыз ба? Доктор, сіздердің консультацияларыңызға бару үшін қандай анализ тапсырып қағазын апарайық? Алдымен репродуктологқа келіңіз, ары қарай қандай анализ, анализ дәрігер айтады. Саламатсыз ба? Фолликулы мелкий болса, АМГ 1,98 болса, өзін көтере аламын ба? Фолликулды өсіруге болады, оны стимулировать ететін дәрілер бар, сондықтан репродуктологқа келіңіз.
Мен барлық документімді тапсырдым, бірақ портал жабық деп айтты Алтын Өмірзақовна. Иә, дұрыс, портал әлі жабық. Ол Алтын Өмірзақовнаға байланысты емес. Біз қазір мемлекеттің рұқсатын күтіп отырмыз. Енді екінші потокқа үлгересіз бе, үлгермейсіз бе, ол сол специалисттер өздері қадағалап отырады. Здравствуйте, супруга заболела, это может помешать нашей программе. Чем она заболела? Қашан жасайды ЭКО маған портал ашылса? Етек кіріңіз, портал ашылып, қолыңызға фотоңыздың қағазын алсаңыз, келесі етек кірден бастай бересіз. Кешіріңіздер, мен енді қосылдым, фото қашан келеді? Осы сұраққа жауап беріп шаршадым. 15-нен кейін нақты анық болады. Стимуляция, овуляция жасау үшін қай күні бару керек? Егер овуляцияны стимулировать еткіңіз келсе, етеккірдің екінші-үшінші күні келу керек. Мен бірінші рет ЭКО жасаттым, болмай қалды. Енді ЭКОға 100% гарантия ешкім бермейді. Шамамен біріншіден көтеріп кету ықтималдылығы 40-45%. Аденомиоз деп еді, УЗИ бұл жүкті болуға кері әсері бар ма? Ол аденомиоздың түрі қандай, қай жерде орналасқан, қалай, теректілігі қандай, соған қарап айта аламыз. АМГ гормоны қанша болу керек? Негізі 1,5-нан төмен болмаған дұрыс. Бұйырса 14-не екінші попытка болып кетсін. Бұйырсын, болып кетсін, тілектеспіз. Рахмет, доктор, жұмысыңызға сәттілік. Дәрігер, рахмет, феминді қайтып салмайым, рахмет, ол балаға зиянымыз жоқ, ол витамин ғой, зиян болмау керек. ЭКО жасату үшін АМГ гормон нормада қанша болу керек? ЭКО жасату үшін емес, негізі ЭКО әдіспен көтеріп кету үшін АМГ-ның көрсеткіші 1,5-нан төмен болмаған дұрыс. Егер 1,5-нан төмен болып жатса, аналық ұрықтың саны да азайып кетеді. Аналық ұрықтың саны азайғаннан кейін пайда болатын эмбриондардың да саны азаяды. Ал енді ЭКО әдісінде ең бірінші біз эмбриондарды таңдап барып салып бергіміз келеді. Сондықтан аналық ұрықтың саны да көп болса дұрыс. Подсадкадан кейін постельный режим бар. Жоқ, постельный режимнің қажеті жоқ. Негізі ЭКО жасағаннан кейін, перенос жасағаннан кейін әр дәрігер репродуктолог өзін қалай істеу керек, қалай жүру керек, оны бәрін түсіндіріп айтады. Мен сол жақ трубам алып тастаған, оң жақ трубам бар, ол жабық. Мен ЭКОмен көтеремін бе? Енді ЭКО әдісі сол трубасы жоқ, немесе трубасы түтікшелері дұрыс жұмыс істемейтін әйелдерге арналған. Егер себеп тек сол болып тұрса, дәл сіз дүрия бірінші попыткадан көтеріп кетуіңіз керек. Осымен сұрақтарыңыз таусылды ғой деймін. Егер де тағы да сұрақтарыңыз болса, бізге дайректке қойсаңыздар болады. Бүгінгі тікелей эфирімізді аяқтаймыз. Эфир бүгін тек қазақ тілінде жүргізілді, өйткені сұрақтардың бәрі қазақша болды. Сау саламат болыңыздар. Егер де сұрақ болса, дайректке хабарласыңыздар. 2-3 күннің ішінде сіздерге жауап беруге уәде береміз. Егер де келіп тексерілгіңіз келсе, репродуктологтың бірінші приемына келесіз, содан кейін сіздің жағдайға қарай жоспарды репродуктолог құрады. Енді Мөлдір Серікқызы солай айтса, солай болатын шығар. АМГ мен фолликуланың көрсеткіші өзгеріп тұра ма? Алдындағы сұраққа жауап бергеніңізге рахмет. Негізі АМГ-ның көрсеткіші фолликулдың санын білдіріп тұрады. Екеуінің айырмашылығы болмау керек. Егер де лаборатория нашар қарамаса, дұрыс қарамаса, сондай кезде ғана айырмашылық болып жатады. Рахмет үлкен сізге, сұрақтарыма жауап толық алғаныма қуаныштымын. Бүгін осы мәселемен жүгірген едім, Алла разы болсын деп. Можно чуть-чуть на русском языке? Сау болыңыз. Если у вас будут вопросы на русском языке, я с удовольствием отвечу. Пишите в дайрект. Можете лично ко мне в дайрект написать. Сау болыңыздар, аман болыңыздар. Сұрақтарыңыз болса, қойыңыздар. Сау болыңыздар.